Баршаңызға сәлем. Енді бүгінгі видеороликте біз тоғызқұмалақтың тақтайын жасайтын боламыз. Яғни тоғызқұмалақтың өзін. Ең алдымен оны жасамастан бұрын, егер де біз edit модта болсақ, біз қайтадан object модқа ораламыз. Object модқа оралғаннан кейін, мен осы сахнама осы жақындатамын. Жақындатқаннан кейін, shift батырмасын басып тұрып, осы үстелдің үстіне тышқанның оң жақ батырмасымен басып, осы координаталар нүктесін үстелдің үстіне алып келдім. Енді келесі қадамымыз бұл бізде сахнамызға жаңа объект қосу. Бұл жағдайда біз add деген батырманы басып жоғарыдағы, соның ішінен mesh ішінен plane деген объектімізді таңдаймыз. Біздің сахнамызға осы plane объектісі қосылды. Біз енді осы object модтан қайтадан edit модқа ауысамыз өңдеу режиміне. Ауысқаннан кейін біз scale, яғни өлшемін өзгерту құралында кішкене былай сығып, осылай x координатасы бойынша оны қайтадан бұны үлкейтетін шығармын. Енді осылай тоғызқұмалақтың тақтайын бір бөлігін осылай келтіріп жасап алдық. Жасап алғаннан кейін біз оны жоғары жаққа кішкене жылжытамыз. Z координатасы бойынша, сосын Y координатасы бойынша осылай да былай жылжытамыз. Енді біз тоғызқұмалақ тақтайымыз бізде 9 ұяшықтан тұрады. Ол 9 ұяшық бізде отау деп аталады. Оны біз қалай жасай аламыз? Ең алдымен қайтадан edge таңдау режиміне ауысып, сол жағымыздағы loopcut деген құралды қолданамыз. Енді осы төменгі жақтағы шыққан терезенің басамызда, осының ішіне number of cuts деген параметрді 1-ден 8-ге ауыстырамыз. Енді біздің тақтайымыз 9 ұяшықтан құралған болатын. Енді қайтадан біздің осы loopcut құралымен тышқанымызды қайтадан ортасынан басып, бірақ жібермей осыны төменге қарай осылай жылжытамыз. Бұл біздегі бөлшек қазан деп аталады. Енді келесі қадамымыз біз осы edit модының ішінде face, яғни полигон таңдау режиміне ауысамыз да, осы әрбір 9 ұяшықтың полигондарын таңдап шығамыз. Осы таңдағаннан кейін біз insert деген құрылғыны қолданамыз. Мен жағдайымда мен жылдам перне тақтасын қолданамын, яғни I батырмасын. Басқаннан кейін бізде insert қазіргі кезде дұрыс емес жасалып тұр. Себебі дұрыс емес қолданып тұр. Себебі бұл бізде бүкіл полигондарды бір объект ретінде көрініп тұр. Бірақ бізге әрбір жеке ұяшыққа, яғни жеке отауға бөлек insert операциясын жасау керек. Ол үшін не істей аламыз? Біз осы insert құрылғысын қолданғаннан кейін қайтадан I батырмасын басамыз. Қайтадан I батырмасын басқаннан кейін бізде енді әрбір ұяшыққа жеке-жеке осылай insert операциясы қолданды. Осылай көзге осылай келтіріп алып insert құрылғысын қолдандық. Енді келесі бұл бізде extrude құралымен осы ұяшықтарды, отауларды төменге қарай жылжытамыз. Бірақ мен ең алдымен объектімді изолировать етемін. Содан кейін осы таңдалып тұрған полигондарға extrude құралын қолданамын, яғни E батырмасын басамын ағылшынша. Енді төменге қарай үстіп жылжытамын. Тағы да жылжытуға болады. Осылай. Енді бізге осы әрбір ұяшықтың отаудың өлшемін кішкене кішірейту керек. Ол үшін мен scale құрылғысын қолдансам, бізде scale дұрыс емес қазір өлшемін жасайды, өзгертеді. Ол үшін оны өзгерту үшін біз жоғары жақтағы осы батырманың ішіндегі individual origins деген параметрді таңдаймыз. Осын таңдағаннан кейін бізде әрбір ұяшық осылай жеке объект ретінде болып саналып осылай өзгереді. Бізге дәл нақты өлшемдердің сақтанудың қажет жоқ. Біз қазіргі моментте жай көзге қарап
осылай өлшемдерін жасап жатырық. Енді бізде осы тоғызқұмалақтың отаулары дайын болды. Мен кішкене қайтадан. Біз осы фейстарды осы G батырмасын басып, кішкене жоғары қарай жылжыта аламыз. Осылай. Енді келесі қадамымыз бізде осы қазан жақтағы полигондарды белгілеп алып, қайтадан insert операциясын қолданамыз. Ол үшін мен I батырмасын қайтадан басамын. Бізде бұл енді әрбір полигонда жеке insert операциясын жасап тұр. Мен оны қайтадан қалпына келтіремін. Ол үшін тағы да I батырмасын басамын. Енді бізде осылай барлық объект, барлық полигон бір объект ретінде insert операциясы жасалып тұр. Енді осыны insert жасағаннан кейін қайтадан extrude құралмен төменге қарай осылай жылжытамын. Осын өлшемін осылай өзгертемін. Аха. Бізде енді осы тоғызқұмалақтың тақтайының жартысы дайын болды. Енді келесі қадамымыз осы изоляциядан шығамын. Шыққаннан кейін осы тоғызқұмалақтың тақтайының бүкіл полигондарын белгілеймін. Мен ол үшін A батырмамын басамын. Осыдан кейін move құралын қолданамын. Мен осы тоғызқұмалақтың тақтайын үстіп жоғары қарай жылжытамын. Осы үстелдің шығып тұру үшін. Осылай жылжытамын. Енді осы тоғызқұмалақтың тақтайының жартысы дайын болғаннан кейін біз қайтадан edit модтан, яғни өңдеу режиміне, қайтадан объект режиміне object модқа ауысамыз. Ауысқаннан кейін осы ашықтың бір жеріне мен shift батырмасын басып, шыққанның оң жақ батырмасын басамын. Осы бір отаудың ішіне координаталардың центр нүктесін жылжыттым. Енді бізге осы тоғызқұмалаққа жаңадан объект қосу керек. Ол үшін біз add батырмасын басып, mesh ішінен UV sphere, яғни UV сфера деген объектімізді таңдаймыз. Енді осы объекттегі шыққан параметрлерде біз әрбір параметрді өзгерте аламыз 8-ге. Себебі бізде объектіміз кіші болады, алыстан қатты олай көрінбейді. Сондықтан осы 8-ге өзгертіп шықтым осы екі параметрін. Енді осы объекттің өзін scale құралымен қайтадан үстіп кішіейтемін. Кішейткеннен кейін осылай жылжытамын. Тағы да кішейтемін. Осылай жылжытамын. Енді бізде осы объектімізді өзгерткеннен кейін бізде оның саны 9 болу керек. Біз оны қалай жасай аламыз? Бізде осы Blender бағдарламамызда, осы оң жағымызда, осы кішігірім кілттің сурет тұрған осы бағанды көре аласыз. Осы баған ішінен біз өзіміздің объектімізге жаңадан модификатор қосамыз. Осы модификатордың ішінен бізге керегі Generate ішіндегі array модификаторы. Осы модификаторды таңдағаннан кейін мен осы объекттің кішкене былай жылжытамын. Осы арақашықтығын 1, 0, 1, 1 деп өзгертемін. Осы параметрін x, бұл яғни көшірмесін x координатасы бойынша жасап тұр. Енді келесі қадамымыз бізде осы модификаторға apply операциясын жасау. Осы apply жасағаннан кейін бізде қайтадан жаңадан модификатор қосамыз. Array модификаторын қайтадан қосамыз осы объектімізге. Енді бізде көшірме операциясын x координатасы емес, y координатасы бойынша жасау керек. Ол үшін біз осы y параметрін бірге өзгертіп көрейік. Ал x параметрін 0-ге.
Бірақ бізге енді осы көшірмені басқа бағытта жасау керек. Кері бағытта жасау керек. Ол үшін осы мен y параметрында 1-ді -1-ге ауыстырамын. Енді бізде осылай көшірмелер жасалынды. Бірақ бір-біріне тым жақын болғаннан кейін мен -1-ден 1-дің орнына -1,05 деп қоямын. Осы қойғаннан кейін көшірмелер санын осылай 5-ке ауыстырамын, өзгертемін. Бірақ бізде бұл жерде көшірмелер саны 10 болып шықты соңынан. Біз оны қалай 9-ға өзгерте аламыз? Ол үшін біз array модификаторымызға қайтадан apply жасаймыз. Apply жасағаннан кейін осы объектіміздің edit модқа өңдеу режиміне ауысамыз. Ауысқаннан кейін осы соңғы шарикті алып L батырмасын басамыз. Осы шарикқа тышқанымызды апарып осы таңдалған объектімізді жоямыз. X батырмасын басып, осының ішінен delete faces дегенді таңдаймыз. Енді қайтадан object модқа ауысамыз да, осы жоғары қарай объектімізді жылжытамыз. Осылай. Объектімізді жылжытамыз. Енді дәл сол әдіспен осы бүкіл объектімізді бүкіл отауымызға көшірме жасауымыз керек. Ол үшін дәл сол әдіспен қайтадан модификатордың ішінен generate'дің ішінен array модификаторын таңдаймыз да. X-ті 1-ден емес, керісінше осылай жасаймыз. Осылай өзгертеміз. Көшірме санын 9-ға өзгертеміз. Енді осы X параметрін shift батырманы басып тұрып, осылай былай айтқанда плавно өзгерте аламыз. Енді бізде осы 9 құмалақтың тақтайының жартысы дайын болды. Енді бізге осының көшірмесін, кері көшірмесін жасауымыз керек. Ол үшін біз mirror деген модификаторды қолданамыз. Осы модификатордың ішінен generate'дің ішінен mirror'ды таңдаймыз. Бізде X бағыты емес, Y бағыты бойынша көшірмесін жасау керек. Енді осы шыққан объектімізді object модтан қайтадан edit модқа ауысамыз. Осы барлық полигондарды таңдаймыз, әрпін басып. Енді осы объектімізді осылай жылжытамыз. Қайтадан object модқа ауысамын, tab батырмасын басып. Дәл солай mirror модификаторын 9 құмалақ. Мен ана шетке apply жасаймын arrayға. Сосын қайтадан generate'дің ішінен mirror'ды таңдаймын. Бірақ X бағытын Y бағытқа өзгертемін. Осылай ортаға қарай жылжытып аламын. Жылжытқаннан кейін қайтадан object модқа ауысып, edit модқа ауысып, қайтадан A батырмасын басып, бүкіл полигондарды таңдап, осылай жылжытамын. Енді біз қайтадан overlayға оралып, wireframe'ді өшіреміз. Енді бізде осындай 9 құмалақтың моделі, яғни тақтайының моделі дайын болды. Келесі сабақта біз осы материалдарды, текстураларды жасауды үйренеміз.